ақыретте сыйлыққа және бақыттылыққа ие болудың жеңіл жолы бар. Өкінішке орай, көпшілік оны есіне ала бермейді. Бұл ғибадаттың ең оңай түрі. Ол үшін өте көп сауап беріледі. Бірақ көпшілік ол мүмкіндікті пайдаланбайды. Бұл ғибадат Алланы еске алып зікір қылу. Жаратқанды еске алып зікір қылу жердегі пеш. Алланы еске алу шексіз ілімнің иесі болған жаратқанның алдындағы істердің ең жақсысы және ақыреттегі ұлы дәрежелерге көтерілудің басты құралы. Алла тағала былай дейді: намаз өтелген соң жер бетіне тарандар және адал кәсіп қылып, Алланың шексіз шарапатынан ризық несібелерінді іздендер. Бұған қоса күнделікті 5 уақыт намаз һәм басқа да құлшылықтар арқылы Алланы көп еске алыңдар. Сонда екі дүниеде де азаптан әрі қор болудан құтылып, мақсат мұраттарыңа жетерсіңдер. Жұма сүресі 10 аят. Ендеше сендер мені әрдайым еске алып зікір етсеңдер, яғни әрдайым құлшылық етіп еске алыңдар, сонда мен де сендерді ескеремін. Маған шүкіршілік етіңдер және әсте күпіршілік қылмаңдар, яғни алғасы жоқ жақсылықтың қадірін білмейтін кісінің ісін істемеңдер. Бақара сүресі 152 аят. Алла елшісі саллаллаху алейхи уассалам Алланы еске алғандардың ең жақсысы еді. Жаратушы оны өзіне алып кеткенге шейін оның тілі әрдайым Алланы зікір ететін. Алла елшісі саллаллаху алейхи уассалам былай деп айтқан: кімде-кім күніне 100 мәрте ла илаха иллаллаху вахдаху ла шарика лаху лаху мульку ва лахул хамду ва хуа аля кулли шайин кадир. Алладан басқа құдай жоқ, ол жалғыз, оның серігі жоқ, ол билік иесі, оған мақтаулар болсын, және ол барлығынан құдіретті деп айтса, ол оны 10 құлды босатқандай сауап алады, және оған 100 жақсы амалдың сауабы жазылып, 100 күнәсі өшіріледі. Айтқан зікірі сол күні кешке шейін шайтаннан қорғаушы қалқан болады, және одан көбірек айтқаннан басқа ешкім соншалық жақсы іс жасай алмайды. Алланы еске алу көп жақсылықтарға жеткізетін жеңіл ғибадат. Иманды кісі әрдайым қандай жағдай болса да, керек болса төсекте жатып та Алланы еске алып зікір айта алады. Пенденің Алланы еске алып жатып ұйықтап кеткені және қайта оянысымен оны еске ала бастағаны қандай ғанибет. Алланы еске алу жүректегі шерге шипа. Бұл туралы барша мақлуқтың бәрін жаратқан Алла куәлік етеді. Ендеше біліп қойыңдар, жүректер Алланы еске алу арқылы ғана жай тауып, толық қанағаттанады. Рағыт сүресі 28 аят. Науқас кісі Алланы еске алу арқылы көңілі сейіліп және ауруын жеңілдетеді. Елден жырақта жүргендер Алланы еске алумен жан дүниесі жай тауып, құсалық пен жалғыздықтан арылады. Ал енді кесел, кесапатқа ұшыраған кісі Алланы еске алумен дертіне дауа тауып, уайымы азаяды. Егер сен қайғы құрсап, жүрегің қысылатын болса, Алланы еске ал.
Егер сен ұйқысыздықтан азап шегіп, түнде тыныш ұйықтай алмасаң, Алланы еске ал. Егер сен бір нәрседен қорқып, жан дүниен аласапыран болса, Алланы еске ал. Егер қиыншылыққа душар болып, мақсатыңа жетер жолда тосқауылдарға ұшыратсаң, Алланы еске ал. Егер жарлы болып, қарызға батсаң, Алланы еске ал. Егер кесел, кесапат есігіңді қағып, үйіңе келетін болса, Алланы еске ал. Егер сен қайғылы, қаралы хабар алсаң, Алланы еске ал. Егер аңсаған армандарың орындалмаса, Алланы еске ал. Егер өзіңді әлсіз, бақытсыз сезінсең, Алланы еске ал. Егер саған сынақтар бірінен кейін бірі тоқтаусыз келіп жатқан болса, тағы да Алланы еске ал. Алланы еске алғандар мен еске алмағандар тірілер мен өліктер сияқты. Анығында олар тірі емес, өліктер. Сондықтан олардың барлығы өздеріне өмір сыйлайтын біреуге мұқтаж. Олар тіпті қашан қайта тірілетінін де білмейді. Нақыл сүресі 21 аят. Алланы еске алу жаратқанның сыйлығына ие болудың ең жақсы тәсілі. Ол жүрекке бұл дүниеде тыныштық пен рақат, ал ақыретте бақыт алып келеді. Ақпарат